Құрметті әріптестер, жас ғалымдар және студенттер, 2020 жылдың 10 сәуір күні Сырдария университетінде Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған Абайдың рухани мұрасы, білімнің бүгіні мен болашағы атты студенттер мен жас ғалымдардың дәстүрлі 6 республикалық ғылыми тәжірибелік онлайн конференциясы өтті. Онлайн конференцияның пленарлық мәжілісінде студенттер мен жас ғалымдарды филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Абай танушы Әбенова Ләззат Усманқызы құттықтады. Конференцияның пленарлық мәжілісінде Сырдария университеті қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасының 4-ші курс студенті Сатуов Бекболат Шайзуллаұлы, Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан, Райымбеков Еркебұлан Батырбекұлы, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 1-ші курс докторанты. Менің баяндама тақырыбым Substandard Raw Materials and Waste of Qaratau Phosphorates as Industrial and Commercial Raw Materials. Құлымбетова Оңласын Қуатқызы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 2-ші курс докторанты. Жоғары оқу орындарында білім мазмұнын бағалау жүйесіндегі ерекшеліктер. Зулхайнаров Талғат, Сырдария университетінің 4-ші курс студенті, Жетісай қаласының көрнекті жерлерінің ақпараттық карталық қосымшасын жасақтау атты баяндамаларын оқыды. Онлайн конференция қазіргі заманғы іргелі және қолданбалы ғылымдарды қамтыған негізгі салалар: Абай ілімі, интеллектуалды ұлт қалыптастыру идеясы, гуманитарлық ғылымдар, жаратылыстану ғылымдары, педагогикалық ғылымдар, экономикалық ғылымдар мен құқықтану бағыттары бойынша жүргізілді. Конференция соңында барлық секциялық мәжіліс жұмыстарының қорытындысы бойынша қарар қабылданды. Кемеңгер Абайды тану, адамның өзін-өзі тану арқылы қарастырылып, оның іліміндегі интеллектуалды ұлт қалыптастыру идеясы негізінде 3 таным немесе толық адам концепциясы 21 ғасырдағы қоғам тұрғысынан қайта зерделеніп, жастарға білім мен ғылымды тануға жол ашу. Абай тағылым арқылы жастардың тұлғалық қасиеттеріне әсер етіп, адамзат баласын құрметтеу, ізгілік пен имандылықты өмірінің мақсаты ете білетін, ғылымға ұмтылу, әділділік, адамгершілік, ұлт деп соққан жүрегі бар жан-жақты тұлға қалыптастыру. Әлеуметтік, экономикалық және мәдениетаралық қатынастарды дамыту мәселелерін анықтауға және шешуге бағытталған жас ғалымдар мен студенттердің бірлесіп орындайтын зерттеулердің маңызын арттыру. Студенттердің ғалымдар тобы мен және ғылыми ұйымдармен кері байланыс ұйымдастыру арқылы Сырдария университетінің білім беру кеңістігінде студенттер мен жас ғалымдардың жан-жақты дамуына жағдай жасау. Конференцияға қатысушылар аталған іс-шара университетте білім алушылар мен жас ғалымдардың зерттеу өрісін кеңейтуге, олардың сыни тұрғыдан ойлауын, ғылыми зерттеу жұмысының дағдыларын қалыптастыруға және тұлғаның жан-жақты дамуына ықпал ететінін атап өтті. Онлайн конференцияға қатысушыға студенттер мен жас ғалымдардың конференция қорытындысы бойынша материалдар жинағы мен сертификаттары жолданады.